Biz қазір гостиницадамыз. Біздің түрік ағайларды Құдай қаласа қазір алып таңғы асқа апару үшін просто уақыт кетіп отыр. Сағат бізде 8-ге 5 минут қалды. Біздің пландаған завтрак 8. Болмайды ма? Жоқ, бастап не қыларсыз? Мен ғана не қыла беремін ғой деген ма? Ассалаумағалейкум, актел қауым деп нұртан сияқты бастап кетейін. Бүгін көптен күткен биылғы лицейіміздің алтын өсіп кеткен осы жерден 30 жылдық болып жатыр мерейтой, үлкен мерейтой. Барша түлектеріміз жан жақтан, Дубайдан, Астанадан, Алматыдан келіп жатыр осы нені тойлау үшін, Шымкенттен, басқа да қалалардан. Сол Турциядан, басқа жақтан тағы да мұғалімдеріміз, тәрбиешілеріміз барша бәрі осы үлкен мерейтойға жиналып бас қосып жатырмыз. Құдай қаласа бүгін қазір ресми концерттен бастап Нартабеке жанында. Одан кейін әрі қарай сол жерде бірінші көрме болады. Онда ол жерде әр жылдың өзіне таңдалған, әр сыныптың өзі таңдалған Құдай қаласа топ үлкен үздік түлектер көрсетіледі. Сол жерден көреміз Құдай қаласа көрмені. Содан кейін ресми концерт болады. Одан кейін Құдай қаласа сағат 1-де өзіміздің ішкі кухнямызда ашық, бірге тойлайтын, рахаттанып отыратын, тамағымызды бірге жеп, асықпай сөйлесіп, біраз жиналған қауыммен, түлектермен бірге жиналып, іш тарқататын, әңгімелесетін, сұхбаттасатын осындай бір банкетті осы жерде болғалы жатыр Намат қаласында. Одан кейін екінші күні Құдай қаласа түлектеріміздің бас қосуы, бір-бірімен байланыстарын арттыру мақсатында осындай спорттық іс-шаралар болады. Лицейімізде өтеді. Сол лицейде Құдай қаласа таңертеңнен кешке дейін ертеңгі күн екінші күн болады. Қалай кетті? Мощно. Қызылорда облыстық номер 9 білім инновация лицей интернаты 30 жыл. Құс тұр. Бұл арнайы медальдар жан жақтан келген бұрын жұмыс жасап кеткен мұғалім тәрбиешілерге және де қазіргі жасап жатқан мұғалім қызметкерлерге лицейдің ұжымына. Бұл Қатаевтың несі емес? Осы жақта енді мен класс жетекшім болған 10-11 класста Ремзибейді арнайы шақыртумен келіп отыр біздің 30 жылдыққа. Қызылорда лицей туралы бір-екі ауыз сөз. Қызылорда жылы жер, бұлай жақсы оқушылары, бұлай жақсы оқушылар. КВН-ге көп қатыстық бірге балалармен. Көптілер КВН-де білім жағынан да жақсы. Жақсы бәрі. Сол завтрак қымсып сағым вообще айналыспай. Böyle ya, Emre'nin çıkardığı vardır. Ya baksana hocam çıkartmalı gel böyle olmaz. Всеми излюбленное место Buffet City'den қонақ ағайларымыздың барлығына завтрак беруге келдік. Бешеное скопление умов на квадратный метр. Айберген ағай, біздің влогтың қараш түсіндік. Любите. 2012-лерден жалынды сәлем. Жалпы лицей, қазақ-түрік лицейінің, Қызылорда қазақ-түрік лицейінің сіздерге не берді, және сіздер лицейге не бере алдыңыздар, тарих туралы бір-екі ауыз сөз. Өздеріңізде. Зачем? Бағлан айден өздегенбіз, Бағлан айдан ақша өстегенбіз, соның арқасында өстік өндік. Стоп включили. Обидаларды айтып шығарып. Бағлан айбеміз, айбешкі. Нұрс соның арқасында адам болып, өзді қатысып аман сен бітіріп, Бағлан айбеміз арқасында. Сіңірге еңбегі көп екен ғой, значит 2012-лерге да тәрбиешілеріңізді. Алғас 2020 жылғы түлек кімдермен өтсін? Мен өзім алғаш тәрбиесім
2016 жылы бізге тәрбиешілік еткен болғанмен және соңғы сынып жетекшім Арман ағаймен. Қазақ ағалармен ошақта істеген түрік ағалардың бірі-бірімен әлду-дәлду болып әңгіме айтып, ой алмасып жатқан жайы бар осындай. Көрсеңіздер. Şelale diyorum. Болды. Bir жолға ғана, bir жолға. От души да қойсақ. Сен, короче, мен саған бірінші рет айтқандайсың да. Короче, кеше Алматыдан негізі дайындық жоспар болып жатыр. Кеше Алматыдан целый делегация Азындағы Fly Арыстанға, кім 2008 Бола кетті, потом Әке Байтабынов, потом Данияр аға, потом Жалғас Накипов, солар келді қалпамен. Потом олар 11-12-де ұшып кетті. Екі сағат екі рейс бір қатар бір көрдіңіздер уже. Fly арасы 2 сағат. И потом біз келдік аэропортқа, мен келдім, Өмер әби келді. Аэропорттан сол. Мен айтам ғой, әби келеді, еще именно ұзын болып былай. Скамейкада тұр. Мен шетінде отырып алғам ғой, наушник. И бір кезде Өмер әби өте тақ қолымдағы заттарын әкелді. Мен қасыма отырады көреді. Әнді қасынан ше. Наушник ішем айтам. Әбейсіз ғой. Снимай, біліп тұрмын ғой, айтады. Дейді, дейсам. Көрген жоқсыздар ма не? Өмер әби кімнің? Енді мен 3-ші жасым ғой. Андаймын деймін. Мен түрін білмейді ғой. Сөйтті Өмер әбимен таныс алдық. Фараға Қоште на месте розовый штат, танк ше. Фараға. Фаридқа. Сосын сол кезде потом Фарид келді, Досекенің 2 класстас келді. Они с детьми 3-4 баламен келді. Сосын Досеке кіммен келді? Несімен, класс жетекшісімен келді. Потом тағы Досекенің 2 класстас келді. Қанша бір? Самолетқа үшім арасына 10-12 адам шықты. Альфард жалдап келгенде болды. Самолет жалдап келдікті. Самолет өзіміз шысты. Жоқ шерef, Нұрда өзі балдар сияқтандай көрді. Түнсін айтса емеші. 2 күн бойы күнді жұмсап үшін сағат айтеміз. Нұрды соңғынан ба? Нұрда кетсін. Үйде әжеме сияқты қылды. Нұрда сіз сияқтан бастап келдің керек еді, рейстардан мысалы ше. Маған. Ассалаумалейкум. А так можно было волейбол спортзалына, волейбол келеді. Biz Nartabekjanov teatrına keldik. Қазір бізде ресми концертimiz бар. Ал мынау біз 2009 жылғы мезон Абай мезонның Ярик КТЛ-шіктің машинасының нөмірі. Осындай нөмір бәрімізге бұйырсын. Рахмет, кеттік. Ассалаумалейкум, қалай жадайыңыз? Нұрда қалайсың? Шүкір, жақсы, өзіңіз. Ал отшы, болсын. Влог түсіріп жатырық. Легендарный, уже әнұран болып кеткен әннің авторы. Нұрлан ағаймен бірге ішке кіреміз. Долгожданный кездесулер болып жатыр ондай жақта ағаларымызда. Vay vay. Саламатсыз ба, қалай жасайсыз? Ардәулет. Burada gel. Айтып кетейін. Давай. Бұл біздің актел, біздің кішігірім партасы, кішігірім орны. Мына жерде біз әртүрлі
ассортимент үлкен. Ақ футболкалар бар, 7000 теңгеден актуалдың брендированный и көп футболкалар актуал логотипімен. И бізде блокноттар бар. Егер қазіргі уақытта хобби жасап жүрген кісілер болса, блокноттар, сосын термостар 5000 теңгеден бұлар. Актуалдың логотипімен. Және кеп бар. Бұлар 4000 теңгеден. И біздің ойымызша бүгінгі хит продаж болатын нәрсе ол стакандар, кружкалар 2000 теңгеден. Келіп алса болады, тіпті бірақ на блок шыққанда уже онлайн алынады, Алматыда апарып береміз. Ассалаумалейкум, қалай жатырсыз? Шүкір, тема. Иә. Бір-екі ауыз сөз айтып жіберсеңізші, эмоциялар алып жатырған. Өте керемет. Ұйымдастырушыларға, лицейімізге, ұстаздарға барлығына алғыс айтамыз. Осылай тек қана жақсы, қуанышты, әдемі сәттерде кездесе берейік. Эмоция керемет, балалық еске түсіп, мұғалімдерімізді, тәрбиешілеріміздің бәріне сол эмоцияны келмей қалғандарға жалынды сәлем, келесі жолы қатысып отырсыздар міндетті. Рахмет. Алеви, ассалаумалейкум, қалай жатырсыз? Ассалаумалейкум. Шүкір, жақсы. Алып жатылған эмоцияларыңыз жайлы, көптен бері көрісіп жатырған мұғалімдеріңіз, тәрбиешілеріңіз жайлы, және де осы болып жатырған мероприятие жайлы бір-екі ауыз сөзіңізді айтып өтсеңіз. Қаттырақ. Осы жаңа ғана кіріп келе жатырмын. Барлық мұғалімдерді көріп, бұрын жұмыс жасаған, біздің түлектерді көріп, өте қатты бір эмоция толқуда болып отыр. Бәрі қазір амандасып шығу керек болып тұр ғой қазір. Иә, өздеріңізде түсінген боларсыздар. 30 жыл бойы лицейде оқыған, жұмыс жасаған, және де лицей үшін қызмет еткен, осы маңдай терін төгуге дайын адамдардың барлығы осы жерде жиналды. Мынау менің замандастарым 2020-21 түлектер, ал мына жақта мен 11-ші сынып класс жетекшім Дина апай, саламатсыз ба? Әрбір түлек өзінің сыныптасын, өзінің тәрбиешісін, мұғалімін көріп мәз, барлығы әлду әңгіме айтуда. Және де 30 жаңа есім көрмесі болып жатыр бізде. Лицейіміздің тарихында бітірген мұғалім, лицейіміздің тарихында болған мезундар, мысалы, яғни түлектеріміздің 30 жаңа есім атты біздің көрмеміз. Осылайықтан танысып өтсеңіздер болады. Батыр ағай, біздің лицейіміздің информатика пәні мұғалімі, және де Батыр ағай, алып жатырған эмоцияларыңыз жайлы, және де лицей туралы бір-екі ауыз сөз айтып өтсеңіз. Қай лицейдің түлегісіз өзіңіз? Қай жақтан боласыз? Атын тасыр өтсем, Жарқын Батыр, өзім атым. Қаттырақ. Атым Батыр, Қызылорда лицейінің информатика пәні мұғалімі болып жұмыс істеймін. Шымкент лицейін бітірдім 2015-те. Қазіргі таңда 3 жыл бойы Қызылорда лицейінде жұмыс істеп келе жатырмыз. Жалпы оқушыларды олимпиадаға дайындау, және де осы дизайнер жасау біздің қолымызда десек. Керемет, рахмет көп. Нету слов, одни эмоции. Мына жақта уже разбирают актуалдың мерчі. Ассалауму алейкум аға. Всегда one love. Да. Где не ходим, всегда КТЛ, хотя уже бил КТЛ. Я на работе, я работаю вообще в нише. И на работе одеваю бил, короче. Меня предатель. Керемет. Енді сіз қазір ништа жұмыс жасап жатсыз. Мүмкін сіз олаяқтың жаңа ішкі кухнясын примерно білесіз. Мүмкін бе осындай активитилар болуы оларда? Мүмкін, бірақ ол мектеп, во-первых, жақында ғана относительно ашылған. Если мы будем сравнивать с КТЛ. Но во-вторых, то, что олар всегда таңғалатыны, сояқта мысалы КТЛ-дың түлектері жүрсек, біз любой бір пример болса, бізде салыстыратын нәрсе бар. Бір системаның адамымыз бар, жүйе, КТЛ. Олар всегда айтады да, қаншалықты сіздер әрдайым КТЛ дегенде бір лояльти сияқты нәрсе бар. Я говорю, мүмкін ең түп нәрсе, который лежит главное в основе воспитания учителя. Я говорю, разве не плохо, что когда ученик заканчивает мектеп-то, что он всегда будет ходить и говорить на салон. Хоть я работаю, например, в нише, я буду всегда говорить, что я буду КТЛ. Я говорю, нише должен закончить, и где бы он там ни работал, да, хоть, он будет всегда говорить то, что вот он, преданность там, нише. Я говорю, вот это главная цель, лично мое. Значит, оларды комьюнитин только уақыт дайындайды дейсіз ғой?
уақыты ғой әрине. Қазір то же самое қазір жаймелеп, мысалы біз 2013-те ашылса, сейчас түлектері енді жаймен бітіріп жатыр. Ну еще плюс, конечно, Ернұр ағамыз, басқа ағаларымыз сияқты үлкен еңбек жасайтын кісілер де керек, бас қосып, атак көбісі жыл жібермейтін адамдар. Атак құтты болсын жігіттер. 30 жылдық құтты болсын. Айбош, смотри-ка. Я кепку беру. Назарбек Әуесхан 2014 жылы түлек, Алматы қаласында, Қазақстан. Назарбек ай, эмоцияларыңыз қандай? Сіз топ 30 түлекке кіріпсіз, лицей тарихында болған. Керемет. Қуаныштымын мен өйстіп лицей атқанда. Не ожидали? Не ожидал. Керемет. Назарбек ай, қазіргі уақытта немен айналысасыз? Қай жақта жұмыс жасайсыз? Қазір штат компанияда машин learning инженерім жасаймын. Керемет. Қашықтан, Алматыдан. Керемет. Блогыңызда бағана айтып өткен керемет номердің иесі Абай Аби 2009 жылы лицейіміз түлегі. Алып жатылған эмоцияларыңыз жайлы осы кездесуден? Өте бір жақсы эмоция, балалық шаққа деген бір сапар сияқты көрініп тұр. Лицей тарихында ешқашан мұнша түлектердің бір жиналысы болмаған шығар. Сол үшін барлығымызға 30 жылдық мереке құтты болсын. Қазақ түрік лицейіне осындай бір общество создавать еткен үшін үлкен алғыс. Барлығымызға мейрам құтты болсын. Бүгінде біздің аукционның ең басты лоттарының бірі қазір аламыз. осындай неде. Старға қымбат тұрады ғой. Міне, ал жерде осы соңғы әлем чемпионатындағы 4 алтын медаль иегері Қазақстанға атын шығарған. Әлемдік АИБА рейтингінде Қазақстанның бокстан бірінші орын болуына себепші болған жарыстың чемпиондарына қол қойған бокс қолғабы. Бүгін Санжар Ташкенбайдың көрсетші, құрдасы кім? Құрдас? Санжар Ташкен. Жоқ қой? Сабырхан Махмұт дейтін екі-егіздің біреуі пақылды. Мына жерде біреу бар, мына жерде біреу бар. Сөз, тәмін. Қоя бер, сосын көрсетеміз. Аукционда, сол үшін блог соңына дейін күтіп, аукционда не болған көріңіздер, осы бокс қолғанын ашып көрсететін боламыз. Оқушылары өзінің қазір кезіндегі мұғалімдерінің қасына көріп тұрсыздар, бала сияқты тұр, реально ірі мұғалім екен. Қазіргі уақытта Нұрорда мектеп лицейінің Астанада директоры доктор Симан Семсек. Лицей тарихында жұмыс істеп кеткен түрік ағайларымыз және лицейіміздің үлкендері Legendary фото. Біз уже жиналып жатыр, ресми концерт басталуға жақын қалды. Ой, керемет. Меграбей бәрі амандасып жатыр. Меграбей Бақытжан да амандасып жатыр. Миллениум түлектері Мұстафаға 2000 жылы жегіміз. Қазір шамайлы шыдайық, потом ресми концертке кіреміз. Барлығының бас қосып жиналып отқан себебі осы. Алтия лицейіміздің 30 жылдық мерейтойын тойлап жатырмыз. Мына кісілердің барлығы лицейге қатысы бар кісілер, тәрбиешілер, бывший тәрбиешілер, мұғалімдер, бывший мұғалімдер, лицейдің барлық жылдарындағы түлектер және де қазіргі оқып жатқан оқушы мезондар. Қайсы бірін алсаң да өз алдына алып тұлға. жылғы мезондар. 2010 жылғы түлегі, 13 жылғы түлегі Әділбек әбейіміз Алматыда өтетін түлектер аралық Unity футбол командасының Қызылордалық актыл капитаны. Әбей, бір-екі ізгі не түлек, лицей сізге не берді, алып жатырған эмоцияларыңыз? Блин, осы қызы лицейдің түлегі болғандықтан бүгін келу прям асыға келдік, шын айтайын.
жұмыс анау мынау ештеңе қараған жоқпыз. И прям орысша қоссам болады ғой. Голова бәрі таныс, бәрімен амандасып, бәрімен сөйлескім келеді, бәрімен шай ішкім келеді. Өйткені алдында осы әңгіме болған, бізге бергені көп, чем бізден алғаны, условно. Жинаған әңгіме ғой. Ойладық та реально біз өміріміз бұндай болмас еді. Лицей болмаса, лицейге рахмет, лицей ары қарай өсе берсін, қатарлар көбейе берсін, ізгі, тәрбиелі, болашақ лицейдің пайдалы өсегі көбейе берсін. Рахмет, аумин. Дирижер бүгінгі концерттің Шәріп Дамир, лицейіміздің 2019 жылғы түлегі. Дамир бас қасынан осы мероприятияның 30 жылдықтың фундаменті құйылғаннан бастап осылай істейміз деп до конца жүрдің. Алған эмоцияларың жұмыс барысында және қазір қандай көңіл күйдесің? Облегчение бітті-ау деген. Бірақ енді басталып жатыр. Бізде дайындық бітті, главное осыны өткізіп аман-есен шығу. Тойдың болғаннан болатсызық деген дәл осы сөз Дамирдің дәл қазіргі жеке жүйесіне сай келетін секілді. 2019 айда. Я, Дамир өз-өзін таппайтындай жағдайға жетті. Осы дайындықтың арқасында. Ладно, мазасын алмайық. Қазіргі біздің лицейде биология мұғалімі, жаңа лицейімізде бізде оған дейін тәрбиешіде болдыңыз. Біздің 2016, 17, 18 түлектерді, даже бізді 20 жыл түлектерді көрдіңіз. Сіз өзіңіздің енді біразын танисыз, ескі поколениyaдан, новый поколениyaдан да. Сондықтан өзіңіздің қазіргі уақытта алып жатқан эмоцияларыңыз жайлы бір айтып өтсеңіз, және де осы жалпы лицей жайлы, Қызылорда лицей жайлы. Эмоция күшті. Ең бастысы осы түлектердің басы қосылуы, бірге деп жаңағы кезіндегі лицейдегі уақыттарын еске алуы. Түлектерге өте өзім Тараз лицейіндегі неге қатыса алмадым, бірақ осы жақта да не болғанмен де лицей, любой жерде лицей ғой. Сол себептен бәріне қуаныштым. Барлықтарыңызға осы 30 жыл құтты болсын деймін. Бар болайық, аман болайық. 30 жылдық туралы өзіңізді бір таныстырып жіберіп. Қайырлы күн, мен есімім Қуаныш болады, 2004 түлекпіз біз, Б класы. Негізінде 30 жыл өте керемет жоғары деңгейде өтіп отыр. Мен ойлағаннан әлдеқайда жақсы, себебі ең бір себептердің бірі ескі мұғалімдер келген. Біздің сынып жетекшіміз 7-8 жастағы Якупейді шақырған, ұйымдастырған жігіттердің барлығына мың алғыс айтамын. Осындай 30 жылдық тағы да жалғассын, 40 жылдықта бұдан да керемет бір деңгейде өтуіне тілектеспін. Рахмет көп. Мұғалімдерімізді марапаттау. Күнектерді шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, ақшаларын теріп алып, Ернұр ағайға тастаңдар. Мақтаған тілек 30 жылдықтан. Лектор айтып жатыр, олармен тікелей нұсқаған. Сондықтан енді жалпы алғанда осы ағайындарымызға, ағаларымызға барлығына рахмет. Ешқашан қартаймаймыз, ешқашан қартаймаймыз, біз ешқашан қартаймаймыз, біз сол 20-дағы жастардаймыз.
Дарынды балаларға арналған облыстық білім инновация лицей-интернатының 30 жылдық мерекесі тағы да құтты болсын. Осымен біздің ресми концертіміз тәмам. Ендігі кезекте біз барамызда. Енді кезекте біздің ресторанда үлкен банкетіміз болмақ. Сол жаққа барлық түлектер осы составға барып жиналамыз. Құдай қаласа. Ал қазір барлығын маяқта көріп тұрмыз. Бәрі бір-бірімен әлді-дәлді барлығы өткен-кеткенді еске түсіріп, керемет концерт болды. Ресми банкетке келдік, ресми банкетке түлектеріміз жиналуда, ал біз басталған соң сіздермен бірге қосыламыз. Пока дайындық. Техподдержка, как я понял, да? Правильно? Техподдержка, да, как я понял? Бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз. Әр жылға бірақ көзіп қоймын. Қалған сатылап, қортата 15. Это мы слышим от главного кондитера Кызыларды. Апайларымыз уже қонақ болып келіп жатыр. Байқайсың ба? Түлектеріміз пассив болып қалған, бір асқан келіп қалған сияқты, қолайға келіп қалған сияқты. Біз аға құрметті қонақтар, лицейіміздің 30 жыл мерейтойына келіп отырмыз. Бүгінгі кеш, сондықтан барымыз салып, бірімізге поддержка қошемет жасасақ. Қане, қолымызды көтеріп тұрып шақырып. Қолымыз көтеріп тұрып. Атты 30 жылдық мерейтойы құтты болсын. Кәнеге құрмет қошеметтеріңіз. Kortқа келеді да бәрі. Bunlardan bir adam ortaga gelse. Ortaga. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
тортты табыс етудеміз. Сіздерге ас болсын дейміз. Әр батуттың өзіне арналған тортымыз бар. Торттар 2005 жылға тілек ағаларымыз бар ма екен? 2005 жылға ағаларымызда бір адам болса сіздерге арнайы дастархан бар жатыр сіздерге. Және де 25-30 жылдық деген логотиппен торты төрде отырған құрметті қонақтарымызға табыстаймыз. 2005 2005'lerge Gönül ister aradanı, onun arabası var. Güzel şoförü de var. Özel mi özel bastı mı gaza? Gider mi gider maalesef ruhu yok. Onun hiçbir şansı yok. Onun arabası var. Güzel mi güzel şoförü de var. Özel mi gider maalesef ruhu yok. Onun için hiçbir şansı yok. Ortada bağlanan çıkalım. Etketme sürekli olsa. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçerim. Arkadaşım çek, arkadaşım çek, arkadaşım eşek. Hey, ya ulan ne aytasınlar ey, bir de demeliysinler. Жігіттердің мына кісілердің бәрі кезінде лицей кезінде бардақпен шай ішуге өскен кісілер. Бізде 5 жыл бардақпен шай іштік кәдімгідей. Дұрыс қой, бәріміз мектеп кезінде бардақпен шай іштік. Қалай түлек болдық, бардақта ішуді қойдық, өміріміз бардақпен бітті. Осылай жетіден бастап неше түлек отырса, бәріміз армандадық. Ең бірінші түлек болайық деп армандадық. Екінші жақсы оқу орынға түссек деп армандадық. Жұмысқа тұрсақ, қатын алсақ дедік кәдімгідей. Машина айдасақ дедік. Қайсысы орындалды? Пока что түлек болдық, сол ғана орындалды ғой кәдімгі. Мұрат Шенгелбаев ағамыз келді. Кәні 2006 түлек Мұрат Шенгелбаев ағамыз қайда? Бар ма екен Мұрат ағамыз? Сыртқа шығып кетті. Сыртқа шығып кетті ма не? Ол да бір сценарийді құрдық. Мен ғана білем, 97 жылы түлектер бар ғой. 1997 жылы бітірген ғой. 96-та неге бітірмеген? Ол кезде оны оққан ғой просто. Тасымай ма? Сонда ше, лицейден шайып кеткен, іш жегіп, хабарсыз кеткендерді кімге тапсырамыз? Олар Құдайға тапсырамыз. Так, енді біз аукцион басталғалы жатыр. Өте 25 мың міне. Қош келдіңіз ағай. Қайрат Жолдыбайұлының өшік естелігімен 30 жылдыққа адам бізге қол қойып берген Кемел адам кітабы сізге бұйырды. Біріншіден. Екіншіден Ахмет Қазақтың лицейі қазір биылға ауысып жатқаннан кейін Актель деп айта беру үшін мынау болу керек деп ойлаймын. Құрмет Қашевтің мектепке сөйлеген солайға. 50 мыңды қаласыз бек. Рахмет көптен. Мен 90 70 мың теңге болады. Кәдімгі 70 мыңнан көбірек ұсқан ағаларымыз. Сіздің бұл отырғандарда өзге ішкен әрекет көмегісін жетті. Olsun formasının Bahçan Kengес 2012 жылы түлегіміз 200 мың теңгеге лоттан ұтып алды.
жылғы тілегімізде лицейге деген сыйлығын қабыл алсаңыз. Мінекей, әлем чемпиондарының батырларымыз өз қолымен жаңасын өзге елге қорғау одан әрі сондықтан батырларымызға көмек ретінде бір шапалақ ұрып поддержка берсек. Үндемей тихаря кіргізіп жатсыздар ғой. Бэкстейдж ғой, бэкстейдж. Кімнің атынан? Кімнің атынан? 2008. О, беймемен. 2008. Телевизор, PlayStation'мен бірге ма? В общем, оғылды қоя салайық та. Жаңа, бэкстейдждағы сыйлық қой жаңа, ойнатып осы жерде неғып атырқан. Тағы да қайырлы кеш, қонақтар, ағалар, бауырлар, мұғалімдер, ұстаздар, тәрбиешілер. Мынау жаңа Бауыржан айтқандай, шынымен де біз кеше ғана бала едік, кішігірім сәл өсіп қалыппыз, әйтеуір кішкене жұмыс істеп, осы өзімізді тәрбиелеген, осындай білім беріп, кішігірім тұлға болып қалыптасуға көмектескен өзіміздің мектебімізге, артымызда келе жатқан, мынау жатақханада жатқан інілерімізге бір кішігірім сыйлық сыйласамыз ба деп. Seni gördüğüm zaman aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Haydi söyle. Екіншіден, адамдардың кішіпейілдігі, бізге көрсеткен үшін көп рахмет айтамын. Ағаларымызға, тәрбиешілерімізге арналған лицейдің 30 жылдық мерейтойдан төсбелгі және де шапан жабу рәсіміне кезек берсек, өздерінің оқушылары ағаларға табыстаса. Vay, Remzi мен. Әже дау басталып кетсе, билер ұстап, дау шешейін деп тұрсыз ғой. Тығылама жүрегіне. Hayır, 1, 2, 3. Muhallimden silap kağıp atır jigitler. Salgan elin kırasın, senin versin sakenin, elin versin külaştın, tuzkandaray. Kutlu olsun toylarım, sertli olsun oylarım, barşanızga bakıttı, barşanızga şatıktı, dileyim ayay. Қызылорда лицейінің 30 жылдығы. Çıkay, kettik, ekranda қоссам. Kettik Дамир. Жүрегімде кетем. Құрметті көрермендер, осымен 30 жылдықтан бірінші бөлімінің кішігірім үзіндісі тәмам. Енді келесі күні сіздермен спорттық сайыстарда лицей ауласында кездескенше сау саламатта болыңыздар. Баршаларыңызға рахмет, құрметті актел түлектері, ұстаздар, ағай, апайларымыз. Біздің осымен 30 жылдық мерейтойымыз аяқталды. Барлықтарыңызды осы 30 жылдық мерейтойда көргенімізге қуаныштымыз. Алдағы істеріңізге табыс тілейміз. Отбасыларыңыз аман, бауырларыңыз бүтін болсын. Осылай әрдайым тек қана қуанышта бас қоса берейік.